Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз Activity Book'тың Part 4 Lesson 1, ja? The Weather, ауа райы. Part 4 бөлім, бірінші сабақты өтетін боламыз. Exercise 1. Look and circle the correct season. Қара және дөңгелекте дейді. Не дейді? Мезгілдердің дұрысын дейді. Бірінші суретте қараймыз, ja? Қай мезгілді бейнелеген? Бұл мезгілде қыс, winter көрсетілген, ja? Келесі, қай мезгілді бейнелеген? Жапырақ қай мезгілде түседі? Күзде, ja? Яғни бізде spring, көктем болмайды, summer, jazz, autumn болады, ja? Күз, ja? Яғни біз мынаны белгілейміз, ja? Осылай қоршаймыз. Next, 3. Spring бұл қай мезгіл деп тұр, күн қай мезгілде біз шомыламыз. Яғни spring көктем, summer, jazz, жазда шомыламыз, яғни. Келесі, бізде қай мезгілде жап-жасыл болып көк болады, әдемі болып өседі. Бізде spring, яғни көктемде. Next exercise 2. Unscramble the letters and write and choose, Мына жерде әріптерді тізіп, ретімен, қатармен жазып, және қай мезгіл екенін белгілеңіз деген, таңдаңыз деген. My favorite season is дейді, менің favorite сүйікті season дегеніміз, мезгіл, сүйікті мезгілім не дейді? Winter дейді, қысты белгілеген. Келесі, next to my favorite season is spring деп тұр, яғни мына жерде біз spring дегенді жазамыз. Spring, яғни біз B вариантын белгілейміз. Келесі, my favorite season is summer деп тұр. Summer деген бізде A варианты, яғни мұнда жазамыз summer деп. Келесі, 4. My favorite season is autumn деп тұр. Яғни күз деп тұр. Күзді мұнағы autumn деп жазамыз. U-T-U-M-N, yes. B вариантын белгілейміз.